Қайырлы күн құрметті оқушылар. Міне біздер челленджге қатыстық. Бізде енді бүгін финалдық кезең. Бүгін Олимпиадалық академияға іріктеудің финалдық кезеңіне қош келдіңіздер. Бізде барлығы осы жерде финалдық тапсырмада барлығы ережелеріне жазылып қойған. Бізде экранда сұрақтарын мұқият оқып, дәптерге немесе шеме қағазға өз жауаптарын жазып отырасыздар. Басқа жерге жазбаймыз. Бізде барлығы тапсырманың саны 60 тапсырма 20 тапсырма болады. Барлық тапсырманың саны 20, әр қайсына 3 минуттан уақыт беріледі. Балалар 20 тапсырма, әр қайсына 3 минуттан уақыт беріледі. Сіздерге осы жерде экранда таймер қолданылады. Сол таймер уақыт біткен кезде келесі есепке өтіп отырамыз. Ал балалар, сіздер жауап жазған кезде міндетті түрде дәптерлеріңізге жазып отырыңыздар. Мысалы, бірінші есептің жауабын 16 деп жазып қойсаңыздар, дұрыс болмай қалады. Өйткені бізде 4 жауап нұсқасы бар ғой. А, Б, С, Д деген. Сол жердегі 4 жауап нұсқасын аламыз. Бірінші тапсырма, мысалы, А жауабы дұрыс болса, дәптеріңізге А жауап деп жазып қойыңыздар. Екіншісін шығардыңыз, жауап дұрыс болса, онда Б жауап деп жазып қойыңыз. Осылай 20 тапсырма нөмір жасап қойып алыңыздар да, шыққан жауаптарыңызды жазып отырыңыздар. Ал сіздерге осы видео 1,5 сағат ашық тұрады. Одан кейін сіздерге жабылып қалады. Осы толық видеоны көріп шығыңыздар, сосын барып тапсырманы орындаңыздар. Мен қазір келесі есепке уақыт өткенде өте беремін, сондықтан артына қайтпаймын. Сондықтан уақытпен жұмыс жасап үйреніңіздер. Сосын жазып болғаннан кейін, осы толық есеп шығарып болғаннан кейін сіздерге келесі ұяшық ашылады. Келесі ұяшықта мына жерде оң жағында бізде бастау деген батырма тұрады. Бастау деген батырманы басасыздар, сосын сіздерге тестті орындайтын мынандай жауап парағы ашылады. Осы жауап парағына қарасаңыздар, міне бірінші есеп ешқандай шарт жоқ. Жауап варианттардың ішінде А, Б, С, Д деген 4 нұсқаның ішінде де жауап нұсқасы жоқ. Оны қайдан көреміз? Оны осы жердегі жаңа тікелей эфирде болып жатқан экранда көрсетілген сұрақтарға, жауаптары толық көрініп тұрады. Сол кезде есептеп жазып аламыз. Сосын барып белгілейміз. Мысалы, бірінші есепке А жауап болса, А-ны белгілейсіздер, екінші есепке жауап Б болса, Б-ны белгілейсіздер. Осылай 20 тапсырманы белгілеп шығуға бар болғаны 10-15 минут қана уақыт беріледі екен. Сондықтан уақытпен жұмыс жасаңыздар. Ал біздер міне әр тапсырмаға берілетін 3 минут уақыт, ешқайда жауап жазбаймыз. Ата-анамыздың көмегінсіз және басқа да құрылғылардың көмегінсіз өздеріңіз шығарыңыздар. Академиялық адалдық сақтаңыздар. Өйткені біздер академияға іріктеліп жатырмыз ғой. Бұл жерде мықты оқушылар оқиды. Сондықтан бүгін сіз басқалардың көмегімен есепті шығарып алып, кейін осы академияға оқып жатқан кезде қиналып қалсаңыз, ол кезде ұят болып қалады. Сондықтан міндетті түрде өзіңіз шығарыңыздар, жарай ма? Ал дайындық сабағы болсын, міне әр тапсырмада 4 жауап нұсқасы болады. Соның біреуі ғана дұрыс екен. Уақыт мына жерде таймерде көрініп тұрады. Бізде тікелей эфир басталды. Ал кеттік. Бірінші тапсырмамызды көрейік. Бірінші тапсырмамыз мына қосу амалын орындайды екенбіз. Және жауап нұсқаларының ішінен дұрыс жауабын таңдап дәптерге жазып қойыңыздар. Оны ешқайда айғайлап айтпаңыздар, комментарийға жазбаңыздар, чатқа жазбаңыздар, басқаларға жазып жүрмеңіздер. Өздеріңізбен өздеріңіз шығарыңыздар. Ал сәттілік балалар.
мына эсептин аякталуына 5 секундтан аз убакыт калды. Мінекей. Ал ендеше бізде келесі есебimiz, ал уақыттарыңыз кетті. Мінекей 3 минут уақыттарыңыз кетті. 5-ші есеп. Кәнекей дұрыстап тұрып ойланып, дәптерлеріңізге жауаптарыңызды жазып алып, жауапты белгілеуді ұмытпаңыздар.
Ол бізде 9-шы себебіміз. Мінекей 1 минуттай уақыттарымыз қалды. Барынша ойланып, дұрыстап шығарамыз балалар. Мінекей осы есебіміз қазір 30 секундтан кейін аяқталады. Берілген уақытта. Ал кеттік. Ендеше бізде келесі 10-шы есебіміз. Уақытымыз кетті. Неке біз уже неке ортасына да келдік. Тестіміздің кәнеке барынша ойланып, дұрыстап тұрып, өз жауаптарыңызды негіздеңіздер. Балалар, жауаптарыңызды белгілеп алуды ұмытпаңыздар. Міне балалар, 20 есептің жартысына келіп қойыпсыңдар ғой. Енді шыдаңыздар, енді 10 есеп қалды. Мүмкіндік болса, барлығымыз шығарып, тікелей эфир болғандықтан уақыт шектеулі, 3 минут уақыт. Осы уақыт ішінде орындауға тырысыңыздар.
14-ші сеттің аяқталуына 30 секундтай уақыт қалған екен, иә балдар? Ал кәнеки ойланып, толыққанда жауаптарыңызды белгілеуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше келесі мінеки 15-ші есебіміз, иә балалар? Мінеки жалпы мінеки уже 5-6 есептеу қалған екен. Кәнеки толыққанда ойланып, жауаптарыңызды негіздеуді ұмытпаңыздар және белгілеуді ұмытпаңыздар. Жақсы ма балалар? Ал барлықтарыңызға сәттілік.
балалар міне 4 есеп қалды. Мына тапсырмада мына электронды сағатта берілген цифрлар екен. Енді осының айнада көрген кезде қайсы жауап шығады деп тұр екен, иә? Міне келесі 18-ші есепке де келіп жеттік балалар. Мына жерде 4 деген бізде цифрлардан 5 бар екен, иә. Осы цифрлардың арасына қосу және азайту таңбаларын ғана қоя аламыз. Осыда қою арқылы сандарда қайсы сандарды ала алмаймыз дейді. Мына жерде 4 жауап нұсқасы бар екен. Осымен орныңызда. Бұл арифметикалық есептеулер екен, иә.
мінекей бізде бар 2 есепте қалған екен, мына бізде 19-шы есебіміз. Осыдан кейін бізде 20-шы есебіміз болады. Ең соңғы есебіміз жауаптарыңызды негіздеп дұрыстап алуды ұмытпаңыздар, балалар. Бізде мінекей 19-шы есептің өзі бітуіне 1,5 минуттай уақыт қалған екен. Ендеше біз кеттік, онда келесі тапсырмамыз 20-шы тапсырма. Уақыттарыңыз кетті, балалар. Ал, кәнеки. Белгілі бір айда 3 жексенбі жұп сандарға сәйкес келген. Осы айдан 22-сі қай күн болады? Деген сұрақ берілген екен. Ал, кәнеки. Ал міне балалар, соңғы 30 секундтардың уақыттарыңыз қалды. 20 тапсырма барлығына 3 минут уақыт берілді. Енді осы уақыт аяқтағаннан кейін сіздер дәптерлеріңізге жазылған жауап арқылы келесі ұяшықты ашып, сол жерден бастау батырмасын басып, дұрыс жауаптарыңызды енгізе берсеңіздер болады. Сол жерге жаза берсеңіздер, белгілей берсеңіздер болады екен. Жақсы, міне аяқтадық. Тағы да ескертіп кетейік, бізде тест уақыты аяқталды. Осы
видео бізде запись былайша айтқан кезде тікелей эфирдің записі сақталып тұрады. Соны қарауларыңызға болады. бір жарым сағат мөлшерінде аяқталады, ашық тұрады. Енді жауап парағын жаңағы бастау батырмасын басқаннан кейін, бастау батырмасын басқаннан кейін сіздерде ұяшық ашылады. Ұяшықта жаңағы сияқты бірінші есептей қасына А, Б, С, Д деген варианттар тұрады. Сол варианттардың қайсысы дұрыс, соны белгілеп шығыңыздар. Ол жерге аяқтауға 10 минут, 10-15 минут қана уақыт беріледі екен. Сондықтан уақытпен жұмыс жасаңыздар. Егер уақыттан асып кетсе, онда жауап бере алмай қаласыздар, сондықтан мұқият болыңыздар. Ал онда жеңісті күндерде жолыққанша сау болыңыздар.